Қайырлы күн, номер 483 есепті талқылаймыз. Бірінші есеп бізде 10,18-ден. Жалғасын әрқайсысын әр түспен жазам, жалғасы біріншінің 10,18-ден 5-тен 5,27-ден 8 азайтамыз. Бізде ортақ бөлім бірден беремін, 54 болады, яғни тоқтауыш көбейткіш 3, мұнда 2. Енді тоқтауыш көбейткішті алымнада бөліміне де жазып шығамын. Сонда 54-тен 15 көбейтем өткені. Азайту 5,54-тен 16. 2-ден бердім тоқтауыш көбейткіш. 15-тен 16 азайтылмайды, сол себепті оннан бүтіннен біреу алам. Ол 9 бүтін болады. Біреу алғам үшін алыммен бөлімін қосамын да, нәтижесін алымына жазамын. Так, сонда біреу алдым, міне 54 пен 15-ті қосамын, ол бізде 69 болады. Азайту 5,54-тен 16. Енді бүтіннен бүтінін азайтамын. 9-ын 5 бүтінді алсам 4 бүтін. Бөлімі өзгеріссіз қалады, ал алымы 69-ын 16-ын азайтқанда 53 болады. Екінші есеп. Бұл бізде 30, мұндай, осында жалғастыра берейін. Екінші есеп тең 32 мен 24-ке ортақ бөлім болады 96. 32-нің 96 болу үшін 3-тен беремін, 24 96 болу үшін 4-тен беремін. Ал енді алым мен бөлімін көбейтемін. Сонда 25 бүтін 32-ке 3-ті көбейтсем 96. 7-ге 3-ті көбейтсем 21. Азайту 21 бүтін 96-дан 4 болады. Бұл жері 21-ден 4 алынады, сол себепті бірінші бүтіннен бүтін азайтамын. Ол менде 4 бүтін, бөлімі өзгеріссіз қалады 96, ал алымы бізде 17 болады 21-ден 4 алғанда. Келесі үшінші есеп бізде 32 бүтін 21-ден 8-ден азайт дейді. Қазір дұрыстап жазып алайын. Осыдан азайт дейді бізге 23 бүтін 15-ден 7-ні. Сонымен мен бірінші ортақ бөлім берем. 21 мен 15-ке ортақ бөлім 105 болады. 21-дің 105 болу үшін менде 5-тен беремін. Ал 15-дің 105 болу үшін 7-ден беремін. Сонда менде не шықты? 32 бүтін 105-тен 40 азайту 23 бүтін 105-тен 49, 49 шықты. Енді 40-тан 49 алынбайды, сол үшін мынаны мен бұрыс бөлшекке айналдырып алуым керек. Сонда 32 бүтіннен 1 бүтін қарызға аламын, бөлімін өзгерісі жазамын, ал алымына өзгеріс енгізем, яғни 1 бүтін қарызға алғам үшін алым мен бөлімін қосамын. Сонда ол 145 болады. Азайтылған 23 бүтін 105-тен 49. Енді бүтіннен бүтінін азайтамын. Так, 31-ді 23 алғанда бізде 8 бүтін болады. Бөлімі өзгеріссіз қалады 105, ал алымы 145-тен 49-ды азайтасы, сонда 96. Енді қарап отырсаңыз, бұл қысқарылатын бөлшек. Демек, сіз қысқартуыңыз керек. 105 пен 96 қысқарту деген алымында бөлімінде қандай да бірдей санға бөлу. 105 пен 96 екеуі 3-ке бөлінеді. 96-ны 3-ке бөлсем 32, бөлемізді нәтижесін алымына. Бөлімін бөліміне. 105-ті 3-ке бөлсем 35 шығады. Так, төртінші есеп бізде. Бөлімі бірден көрініп тұр, 60 болатыны, Так, 20-ның бөлімі 60 болу үшін мен 3-тен беремін, ал 30-ның 60 болу үшін 2-ден беремін. 19 бүтіннен 9 бүтінді азайтсам, менде 10 бүтін болады. Бөлімі 60, алымдардың айырмасын мән жазамын.
Яғни 3-ке 7-ні көбейтсем 21, азайтылған 2-ке 1-ді көбейтсем 2. Енді нәтижесін жазам, сонда 10 бүтін 60-тан 21-ден 2-ні азайтсақ, әрине 19, е? Демек, 60-тан 19 болды. 5-ші есеп бізде тағы араласандарды азайту. Бұны көк түспен жазып жатырмын, е? Так, қызылмен 1-дің жалғасы, 3-дің жалғасы жасыл, 5-дің жалғасы көк. 28 бен 21-ге ортақ бөлім 84 болады. Сонда 28-84 болуы үшін мен 3-тен беремін, е? Ал 21-дің 84 болуы үшін әрине 4-тен беремін. Так, енді жазамын 41 бүтін. Сразу бүтіндерін азайтып шығайыншы. 41 бүтіннен 15 бүтінді азайтасыз. Бүтіннен азайтасыз. Сонда бізде 26 бүтін болады. Бөлімі бізде жаңа 84 болды. Енді алымдарын жазамын. 9-ға 3-ті көбейткенде 27 болады. Ал 4-ке 2-ні көбейткенде айырмасы 8. 8-дің айырмасы. Енді нәтижесін ғана жазу қалды. Сонда 26 бүтін 84-тен 27-ден 8-ді алсақ қанша болады? 19, е? 6-шы есеп. 24 пен 36 бөлімдеріне қарайық, ортақ бөлім 72 болатын бірден білеміз. Так, 72 болу үшін мен мұнда 3-тен беремін, ортақ бөлім. 3-ке көбейткенде 72 болады. Ал 36-ның 72 болу үшін әрине 2-ге көбейтемін. Сонда 73 бүтін 72-ден 15 азайтылған 58 бүтін 72-ден 38 болады. Енді 15-тен 38 азайталмаймыз алымдарынан. Сонда бірінші араласаннан бүтіннен біреу қарызға аламыз. Ол бізде 72 бүтінді береді. Бөлімінде 72 біреу қарызға алдым, енді бөлімі өзгерісі жазылады. Ал алымы жаңа біреу қарызға алған қайтаруым керек қой. Демек, алыммен бөлімін қосамын. 72-ге 15-ті қоса қоямын, сонда 87 болады. Азайтылған 58 бүтін 72-ден 38. Енді бүтіннен бүтінін азайтам. 72-ден 58-ді азайтсам 14 бүтін болады. Бөлімі өзгеріс қылады, себебі біз ортақ бөлім бердік, бөліміне тиіспейміз. Енді 87-ден 38-ді азайта қоямыз. Сонда бізде 19 болады. 14 бүтін 72-ден 19. Так, келесі есеп бізде 7-ші есеп, е? 7-ші есепті орындауым үшін фиолетовыймен жаздым. Мұнда жалғастырамын. Теңдікті қойып жатырмыз, түспен қарайсыздар, е? Так, 20 мен 35-ке ортақ бөлім қанша болады? 7-ші есепте 140 болады. Себебі 0-мен аяқталу керек қой. 20-мыз 0-мен аяқталып тұр. Так, мұнда 7-тен беремін. Ал мұнда 4-тен беремін. Өткен 2-ден берейін десем, 20-ға бөлінбейді. 4-тен берем. Енді жазамын. Так, 58 бүтін сақталады. 140-тан 77 азайтылған 22 бүтін 140-тан 29-ға 4-ті көбейтсек 116, да? 116. Енді 77-тен 116-ны азайта алмаймыз ғой. Не істеймін? Тағы бүтіннен біреу қарызға аламын. 58-ден біреу алсам 57, бөлімін өзгерісі жазамын. Ал алымына бөліммен алымының қосындысын жазамын. Ол 187 болады. 140-қа 77-ні қосқанда 187 болады. Азайтылған 22 бүтін 140-тан 116.
Енді бүтіннен бүтінін, алымнан алымын азайтам, бөлімі өзгеріссіз. 57-тен 22-ні азайтсам 35 бүтін болады, солай ғой. 10 бүтін тұсына жазсам 35 бүтін, 140-тан 187-ден 116-ны азайта қойыңыздар, сонда бізде 71 болады. Соңғы есеп 54 пен 45 бөлімдер. Ортақ бөлім 270 болады. Сонда 54-ке 5-тен берсем, 45-ке 6-дан беремін. Енді бүтіннен бүтін азайтамын. Себебіні бірінші аралас санның алымы үлкен болатынын бірден аңғарылып тұр. Өйткені 5-ке 37-ні көбейткеннен 66-нан үлкен сан шығатынын бірден білеміз. Так, 91-ден 47 бүтінді аламын. Сонда менде 44 бүтін. Жаңа ортақ бөлім бізде 270 болды. 5-ке 37-ні көбейтсем 185. Азайту 66, е? Нәтижесін ғана жазу қалды. 44 бүтін 270-тен азайтқанда 119 шығады. Егер сізге есеп түсінікті болса, лайк басып, арнама жазып кетуді ұмытпаңыз.